Сен қыз қайда жүрсің? Неге айтқанды тыңдамайсың? Неге бізге айтпайсың? Деп әкем бірде Мексикада хостелде кір жуғыш машинаны күтіп отырғанда қоңырау шалды. Иә, Мексикада, сонау жердің арғы бетіндегі солтүстік Америкадағы мафиялармен, есірткілермен танымал Мексика. Текиланы да ұмытпайын. Текила кім жақсы көреді? Окей, найс. 20 жасымда мен ешкімге тіс жармастан кішкене ғана сөмкемді алып Мексикаға соло саяхатыма аттанғанмын. Қалтамда тек небәрі $700 болатын. Сол $700 мен 10 күнге жеткіземін қалайда. Қалайда Мексикаға барып, аман сау қайтып келемін. Ешкімнен қорықпаймын, және мафияларға ұсталып қалсам төбелесемін деп өзімді сендірдім, және тәуекелге бел будым. Әрине, оның бәрі қарап отырсаң, сандырақ, жастық, ақымақтық. Орысша айтқанда тупизм. Бірақ мен сол кезде өзіме сендім. Өзімнің жүрегімдегі қалауымды орындаймын қалайда деп өзіме сендім де соло саяхатыма аттандым. Сол жастық шақтың ақымақтығы, тәуекелшілдігіме бой бермегенде мен осындай қазір қандай тұлғамын, сондай тұлға болып қалыптаспас едім. Соло саяхаттауға қорқып жүрер едім, қазір әлі де. Және мәдениетке бай және ақ жарқын, мейірімді жергілікті тұрғындары бар Мексиканы әлі де мафиоздардың мекені деп ойлап жүрер едім. Менің шешімдеріме көбіне үйдегілер қуасың ба дейді. Диана, сабаңа түс, қиялдама, өз орныңды біл дейді. Бірақ мен сол қуған шешімдерімнің арқасында мен өмірімдегі ең жарқын, ең есте қаларлық естеліктерге ие болдым. Рахмет.